достар, бұл сендердің сүйікті аниме арналарың Тез кино. Бүгін мен сендерге сиқыр және бұлшықеттер деген осы жылғы аниме айтып беремін. Сонымен, дуа мен сиқыр әлемі бар. Сиқырлы күштер берілген адамдар оларды жақсы пайдаланса, ықпалды және күшті бола алады. Барлығының бетінде олардың сиқырды меңгеру деңгейін көрсететін таңба бар. Сиқыр күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналды, және әркімнің оны өз еркі бойынша қолдана алуына мүмкіндігі бар. Адамның әлеуметтік мәртебесі соған байланысты деп есептеледі. Бірақ еш сиқыры жоқ бір адам бар. Оның есімі Мэш. Регро есімді 75 жасар элегантный ер адам Мэшпен бірге қаладан алыс жерде, орманда тұрады. Ол тыныш жайбарақат өмір сүргісі келеді. Бірақ Мэш бұған әрқашан кедергі жасайды. Тіпті есікті ашқанда күшті Мэш есікті тарту керек пе, әлде итеру керек пе деп ұмытып кете береді. Сосын бәрін қалпына келтірем деп уәде беріп, істеген ісіне өкінеді. Мэшке жалпы білім жетіспейді. Мысалы, құрылысты түсіну және есікті орнына келтіру үшін төңкеру керектігі. Ақырында ол есікті сындырып, ол отын болып қалады. Мэш күн сайын дене шынықтырумен айналысады. Регро оған жігіттің сиқырды қолдана алмайтынын және оның сиқырлы қабілеті жоқ екенін айтқысы келмейді. Бір күні Регро жеміс сатып алу үшін қалаға кетеді. Кетер алдында ол Мэшке қалаға бармай үйді жинап қой дейді. Алайда оның атасы есікті жаба сала, Мэш қалаға жүреді. Көшеде келе жатып Мэш барлық адамдар өздерінің сиқырын өз бетінше қолданып жүргенін көреді. Жігіт тәтті пирожный мен бауырсақтар сататын дүкенді байқап, жетеуіне тапсырыс береді. Төлегенде ол қытады. Мэш тиындарды бір сәтте қалпына келтіреді. Сиқырлы радиодағы дауыс биылғы құдайшыл көріпкел конкурс жеңімпазының атын хабарлауда. Бұл Рейн, Истон сиқыр академиясының 2-ші курс студенті. Бұл атақ сиқырда кемелдіктің ең жоғары дәрежесін көрсеткен студентке беріледі. Сондай-ақ жеңімпазға жүлде ретінде 1 миллиард йен беріледі. Осы уақытта бөлмеде Бред есімді полиция бастығы велосипед ұрлаған ұрыдан жауап алуда. Оған звондап, қалада таңбасы жоқ жігіт пайда болғанын хабарлайды. Мэш бауырсақты тістеп қойып қалада жүріп келеді. Айналадағылардың бәрі оған таңдана қарауда. Ол семіз полицияға соқтығысып қап, семіз оған тиіп кеткен үшін ұрсады. Мейірімділік белгісі ретінде Мэш оған бауырсақтан дәм татыңыз дейді. Бірақ ол оның қолын қағып жіберіп, тоқтамай оған ұрсуда. Бұл жағдайға бейжай қарамаған Мэш офицердің киімін жууға уәде беріп, өзінің сондай күшімен оның почти барлық киімін жұлып алады. Сол сәтте оқиға орнына офицер Бред кеп, оған хабарлаған сиқырлы таңбасы жоқ жігіт осы екенін түсінеді. Бред оны тұтқындамақ болған кезде кенеттен Регро пайда болып, Мэшті алып қашып кетеді. Бред қызғылт құсты шақырып, оларды аңдуға жібереді. Үйге оралған Регро Мэшті айтқан тілді алмай үйден қалаға кетіп қалған үшін ұрсады. Мэш екінші қайталамауға уәде беріп, шын жүректен кешірім сұрайды. Регро оның жақсы бала екенін біле тұра, Мэшке ұзақ ашулана алмайды. Жаза ретінде Мэш өзінің таңғы жаттығуын қайталау керек. Осы кезде Бред әріптестерімен бірге Регроның үйіне кіреді. Мэш жаттығып жатыр. Оның күшінен айналадағылардың бәрі аң-таң. Жаттығуды аяқтап, есікке жақындаған Мэш есікті тағы да сындырып алмау үшін итеру керек пе, әлде тарту керек пе деп есіне түсіруге тырысады. Ол Бредтің атасынан Мэш қайда деп сұрап жатқанын тыңдауда. Бред сиқыры жоқ адамдар қауіп төндіреді және жойылуы керек дейді. Ал оларды жасырғандар түрмеге жабылады. Бірақ Регро әлі де Мэштің қайда екенін айтудан бас тартуда. Регро өткен өмірін еске алуда. Анасы Регроның сиқырлы қабілетінің жоқтығына байланысты одан бас тартты. Тіпті жұмыстады. Сиқырдың көмегімен қарапайым тапсырмаларды орындай алмаған үшін Регроны әрқашан жазалайтын. Ол өзін жолы болмағыш деп санап, тіпті өз-өзіне қол жұмсамақ болды. Бірақ сол сәтте ол баланың жылаған дауысын естіді. Оны қолына алып, ол Мэшті өзі сияқты таңбасы жоқ болғандықтан тастап кеткенін түсінді. Регро өзінің біреуге керек екенін сезді. Сол күні ол оған қамқорлық жасап, өмірін арнайтынына ант етті. Бред өз адамдарына Мэшті іздеуді бұйырады. Регроның үнін өшіруге тырысып, Бред оны ұрады. Бірақ Регро Бредтің аяғына жабысып, Мэшқа қаш деп айғайлайды. Бредтің шыдамы таусылып, ол Регроны өлтірейін дегенде, Мэш есікті бұзып кіріп, енді басқаша аша алмайды ғой. Полицейлердің бұрын ұрып, далаға ұшырады. Бағанағы семіз офицер жігіттің қасына келеді. Мэш оған бірнеше рет шапалақ беріп, ол содан есінен танып қалады. Регро Мэштің қашып кетпегеніне ашулы, бірақ ол отбасын қауіпте қалдыра алмайды. Өйткені оның бары Регро. Ашуланған Бред мощный сиқырлы дуа жасай бастап, Мэшке қарай сиқырлы сәулемен атады.
бүкіл үй жарылады. Бірақ меш түтіннен түк болмағандай шығады. Бред жігіттің сиқырдан жай ғана жалтарғанына таң қалды. Бред мештің жай ғана жолы болды деп ойлап, оны қайта-қайта ата бастайды. Меш дуаларды жонглировать етуде. Меш Регроның таяқшасын алады. Меш сиқыр қолданады деп ойлап, Бред қорғайтын дуа дайындайды. Оның орнына меш таяқшасын Бредке лақтырады. Оның қорғаныс дуасын бұзып, оның бетін сырады. Меш Бредке егер отбасыма қауіп төндіретін болсаң, сені өлтіремін деп ант етеді. Регро мештек өзін өзі қорғау үшін жаттықты деп ойлап таң қалды. Алайда Бред мәміле ұсынады. Ол жылына бір рет қалалық сиқыр академиясының ең мықты оқушысы құдайшыл көріпкел деп танылып, 1 миллиард йен алатынын айтады. Бред егер меш құдайшыл көріпкел болып ақшаны оған берсе, Астанаға тоқылдамайым дейді. Ал егер меш бас тартса, Бред оларды өмірінің соңына дейін қудалайды. Меш мәмілені қабылдайды. Регро мұны ақылсыздық деп санайды, өйткені бұл сиқыр мектебі. Жұдырығымен алдына тұрғандардың бәрін қиратуға дайын меш сиқыр академиясына аттанады. Истон сиқыр академиясы беделді және жылдан жылға үздік сиқыршыларды шығаратын тарихи оқу орны. Қабылдау емтиханы бәріне мәлім өте қиын. Талапкерлердің 3% ғана одан өтеді. Қабылдау емтихандарын жүргізетін Клод деген мұғалім үміткерлерді қадағалауда. Ол барлығының дайындалып жатқанын көріп, бір дыбыс естиді. Бұл меш екен штанга көтеріп атқан. Бәрі бұл сиқыр мектебіне түсу емтиханы. Неге ол качес етіп батыр деп ойлайды. Кейін меш көзге көрінбейтін орындықта фитнес деген кітап оқып отыр. Оның артында жасырынған және көзге көрінбейтін Бред пен ата тұрып, жігітті қолдауда. Олар тіпті оның бетіне сиямен таңба салып қойған, өтірік сиқырға ие деген сияқты. Клод емтиханның басталғанын айтқанда, меш өте байсалды. Клод бірінші жазу тапсырмасы үшін тастан орындықтар мен үстелдерді жасайды. Үміткерлер тестілеуді бастайды және қағаздағы сұрақтардағы әріптер парақтың сұлбасы бойымен билеп тұрғанын көреді. Клод қағазды сиқырлап тастаған. Сиқырды алып тастап, тесттің сұрақтарына жауап беру керек. Меш сыпайы түрде әріптердің қозғалуын тоқтатуды сұрайды. Бірақ нәтиже жоқ. Меш қаламды сындырады. Енді ол барлық әріптерді қағазбен қосып сындыратынын айтқанда, әріптер болды братан деп дұрыс ретпен тұра қалады. Ол емтиханның бірінші тапсырмасын сәтті өтеді. Меш бірінен соң бірі келесі сынақтардан өтудің жолдарын тапты. Ол суда тез жүгіріп өтіп, бір тырнақпен тастарды көтереді. Клодты Мештің сабырлы мінез-құлқы ашуландырады. Келесі тапсырмада Клод көптеген тұзақтары бар күрделі лабиринт жасайды. Оқушыларға лабиринттен шығуға 30 минут беріледі. Лабиринтте Мешке Лемон есімді қыз жақындап, осы тапсырманы бірге орындауды ұсынады. Меш жақтырмай келіседі. Бірақ ол тұзақтың бәріне түсіп, жігіттің соңынан әрең келе жатыр. Кенет олар айқай естиді және Меш көмектесуге жүгіреді. Бірақ Лемон сиқырлы таяқшасымен оның аяғымен қолын шынжырлап тастайды. Қыз оны әу бастан қалдап, бұл тапсырманы орындауға кедергі жасағысы келген екен. Бірақ жігіт шынжырлардан оңай босап шығып, одан қашады. Лемон оны тоқтатқысы келеді. Бірақ бір мысырлық құдай оның артынан жақындап, жұмбақ жасырады. Егер қыз таппаса, құбыжық оны өлтіреді. Ол жұмбақ мынандай: таңертең 4 аяқ, күндіз 2 аяқ, түнде 3 аяқ. Ол не? Тіршілік иесі Лемонның таяқшасын алып қояды. Сондықтан ол сиқырды қолдана алмайды. Қыз жауапты білмей үрейленеді. Сфинкс оны ұрғысы келеді. Бірақ кенеттен Меш пайда болып, Ван Панчменнің соққысы сияқты Сфинксқа мощный соққы жасайды. Лемон баланың бұл әрекетіне таң қалып, оған ғашық болып қалады. Клод Лемонды әдейі жалдаған екен. Бірақ Меш лабиринттен өтті. Өтті болғанда қалай? Жай қабырғаларды сындырып. Қалған оқушылар Мешті жай ғана қабырғаларды бұзып өтті, сиқыр қолданбады деп айыптайды. Алайда Лемон оны қорғайды. Клодтың қоқан лоққысына қарамай қыз оны Клод жалдағанын айтады, Мешке кедергі келтірсін деп. Оның ата-анасы кедей, емтиханнан өту бұл оның отбасы үшін ақша табудың жолы. Бірақ Клод оны оған қарсы қолданады. Ол екеуінде емтиханнан қуып жіберуге бекініп, таяғын сілкіп жібереді. Мешке оның сөздері өтпейді, бала оның таяқшасын сындырады. Оқиғалардың күтпеген бұрылысы барлығын, тіпті Бредті де таңғалдырады. Олардың дауны сиқыршылар академиясының директоры Уолберг Байгын араласып, Мешқа қорытынды емтиханды өзі жүргізетінін айтады. Меш сиқыршыларға толы бөлмеге кіреді және директор оған академияны не үшін таңдағанын сұрайды. Меш жай ғана отбасымен тату өмір сүргім келеді деп жауап береді. Уолберг кейде күштірек қарсыластар болуы мүмкін екен және оның күші көмектеспейтінін атап өтеді.
Өз ойын дәлелдеу үшін директордың өзі сияқты күштірек қарсыласқа тап болған жағдайда не істейтінін сұрайды. Атмосфера напряженный болып, Уолберг көне дуа жасайды. Бұл мықты дуа. Мэштің жанын қуыршаққа кіргізіп, бұл қуыршаққа дәу пышақ түседі. Мэш пышақты ұруға тырысады, бірақ оның қолы қанап кетеді. Академия директорының күші одан әлдеқайда күштірек. Мэш өзінің көзқарасын өзгерту керектігін түсініп, бұны төзімділік жарысына айналдырады. Пышақты қуыршаққа түсірмей жай ұстап тұрады. Ол бұл Уолбергтің сиқырының күшін азайтады деп үміттенеді. Директор оның күшімен ниетін мойындап, Мэштің характерін тексергісі келгенін түсіндіреді. Ақырында Мэш бұл соңғы емтиханда абыроймен өтеді. Уолберг Мэшті беделді Истон сиқыр академиясына қабылдануымен ресми түрде құттықтайды. Ол Мэштің ешқандай сиқыр қабілеттігі жоқ екенін білсе де, ол оның академияға түсуіне рұқсат берді. Өйткені ол оның табандылығы мен басқа адамдарға деген қамқорлығына таңғалды. Оның академиядағы алғашқы сабағы. Мұғалім балаларға құлыпты ашудың базовый дуасын үйретеді. Мэш дуаны айтады, бірақ құлыпты қолмен сындырып ашады. Апай оған ашулы. Кейінірек ол Фин есімді курстасымен танысады. Ол оның бөлмелесі де екен. Бірақ ол бөлмесін тапқанда, бала күшін расчет жасамай әдеттегідей есікті сындырады. Мэш одан қалай құдайшыл көріпкел болуға болады деп сұрайды. Фин оған бұл үшін мектеп өміріндегі тапсырмалар мен сынақтарды орындау арқылы тиын жинау керек екенін түсіндіреді. Осыған байланысты алтын, күміс немесе қола тиын беріледі. Ақпарат үшін алғыс ретінде Мэш оған бауырсақтар ұсынады. Мэш сиқыр мектебіне түсті. Общагада Мэш көршісінен ертеңгі болатын сабаққа сыпыртқысын сұрайды. Фин, иә, ала бер дейді. Келесі күні оқушылар сиқырдың көмегімен сыпыртқымен ұшулары керек. Бірақ Мэштің сиқырға деген қабілеттілігі жоқ. Ол сыпыртқысына ұшайын деп бұйырады. Бірақ чөт ештеңке болмай жатыр. Оның қасына сыныптастарының бірі келіп, оның қолынан түк келмейтін лузер екенін мәлімдейді. Сынға қарамай Мэш жерді қатты теуіп, дуа айтып, сыпыртқысын алып, мұны сиқырдың көмегімен жасағанда кейіп танытады. Бұл сыныптасын абдыратады. Бірақ Мэш негізі өтірік істеді ғой. Енді сыпыртқымен жарысудың уақыты келді. Мэштің басқа дерске сыныптасы оған осы жарыста жеңілген адам академиядағы жеңімпаздың құлы болады деген спор ұсынады. Мэш еш ойланбастан келіседі. Сонымен сыпыртқымен жарысы басталды. Мэштің сиқыр білмейтінін еске түсірген мұғалім оның тапсырманы қалай орындайтынын елестете алмайды. Бірақ Мэш сыпыртқаны жоғары лақтырып, үстіне секіреді де, қайтып келіп сыпыртқымен бірге құлайды. Яғни ол жарысты басталмай тұрып аяқтады. Жаңа не болған ешкім түсіндіре алмайды. Финнен басқасы. Ол мұның бәріне куә болды. Мэш сыпыртқаны тастай салды да, бірден сыпыртқыға секіріп, оны ауаға көтерді. Мәссаған, бұл мүмкін емес нәрсе ғой. Мэштің тәкаппар сыныптасы оны өтірікші, өсекші, алдақшы деп чыңғырып, жеңілгенін мойындаудан бас тартады. Мэш оны аяп, спордан бас тартуды шешеді. Қорланған кластас Мэштің әрекетін қорлық деп санап, оған шабуылдамақшы болады. Бірақ біреу сиқырмен оның аузын тігіп қояды. Мұны Кевилл есімді оқушы жасады. Ол досының дөрекілігі үшін кешірім сұрайды. Кевилл мектептегілердің барлығы одан аулақ жүретін жергілікті бұзақы болып шықты. Ол Мэшке сабақ беру үшін кешке оны шешуге шақырады. Кейінірек Кевилл досының жеңіліп қалғанына ашуланып, оны қарапайым бұйрықтарды орындамайтын кәсешник екенін айтып ұрады. Ол енді Мэш деген жаңа құрбанды тапқанына қуанышты. Дәлізде Мэш Финнен кім ол соншама Кевилл деген, неге бәрі одан қорқады деп сұрайды. Фин Кевиллдің әкесі сиқырлар бюросының жоғары лауазымды мүшесі. Бұл қаладағы ең жоғары орган, және олар қалада үлкен билікке ие екенін түсіндіреді. Және мектеп директорының орынбасары Кевиллдің крышасы. Оған әрдайым барлығы жағынан көмектесіп жүреді. Фин Кевиллдің кесірінен көптеген оқушылар мектептен шығарылғанын айтады. Сол себепті бәрі оған бағынады. Сабақтан кейін Мэш бауырсақ пісіреді. Оны сгущенкамен жеу үшін. Кевилл оны школдың артына шақырғанын ұмытып кетті. Кевилл Мэштің келмегеніне ашулы. Келесі күні сабақта Мэш оқулығының жыртылғанын біліп, кім жасады екен деп ойлайды. Дәл осы кезде Кевилл Мэштен кеше неге келмегенін сұрайды. Мэш бауырсақ пісірумен әлек болдым деп шынын айтады. Кевилл ашулы, бірақ оны көрсетпейді. Ол директордың орынбасарын танитынын, және оны оқудан шығарып тастай алатынын айтып, менің құлым бол дейді. Сосын Кевилл оған әртүрлі қорлайтын тапсырмаларды орындауды бұйырады. Оларды Мэш мойынсұнып орындайды. Сол мезетте Фин шеттен бақылауда. Келесі күні баланың оқулығы тағы да жыртылған. Сонда бала Финнен оқулығын бере түрін сұрайды. Фин оған өз оқулығын береді. Мэш осындай досы барына қуанышты. Кевилл Мэшті қорлауды жалғастырып, оған стақандағы суды төгеді де, содан кейін оны еденнен сүртіп алуды сұрайды. Мэш үндемей соны жасап, полды жылтыратып қояды. Дәлізде Кевилл Финді кездестіреді. Финнің оқулықтарын жыртып жүрген сол екен, Кевиллдің бұйрығымен.
Енді ол Мэштің мектеп формасын бүлдіруді сұрайды. Бірақ бұл жолы Финн батылдық танытып, шыдамның да шегі болады. Енді Мэшті қорлауға көмектеспеймін деп одан бас тартады. Ашуланған Кевилл өзінің сиқырын қолданып, Тор мен Финнді тізе бүктірді. Осы уақытта Мэш оқулықты қайтару үшін Финнді іздейді. Және оны дәлізде Кевилл мен оның шестеркілерін қоршауында көреді. Финн жылап оқулығын жыртқан өзі екенін мойындайды. Егер жасамасам, Кевилл мені ұрам деп қорқытты дейді. Мэш Финнің бәрібір жақсы дос екенін айтады. Және Кевиллға Финннан кешірім сұрады, сиқырыңды алып таста дейді. Бірақ Кевилл сиқырды алмай, керісінше Финнді қорлауын жалғастырды. Мэш оның басын жерге тақап, кешірім сұрап пилат дейді. Шестеркілер шокта. Фарман Крэггис есімді директордың орынбасары олардың қасына келіп, Мэш пен Финнің мектептен шығарылатынын айтады. Бірақ Мэш Качок оған тізесін ескертеді. Мэш бірінші әрекет етіп, кейінірек ойланатын жігіттің түріне жатады. Фарман ашуланып, енді олардың точно қуылғанын айтып, Мэшке сиқыр қолданғысы келеді. Бірақ Качок жерді қазып, оны көме бастайды. Басы ғана шығып тұр. Фарман бұл үшін жазасын алатынын айтып, әуре сарсаңға түскенімен, Качок оны тірідей көмуге дайын. Мэш оған не болса да түрмеге түссе де шығып, бәрібір Фарманды тауып жерлеймін деп уәде береді. Директордың орынбасарының көті дірілдей бастайды, жерде болса да. Бір кезде ол қойшы бір тым болды дейді. Мэшті директорға шақырады. Ол оған сиқырлар бюросының Качокты академиядан шығаруды талап еткен хатын көрсетеді. Сиқыр бюросы елдегі жоғарғы заңдық органы болып табылады. Бұл академия үйретіп, студенттер беретін құдайшыл көрегендер. Және сонда Кевиллдің әкесі жұмыс істейді. Мектеп директоры Уолберг Мэшті түсініп, аз адамдар өзін құрбан етіп, ортақ игілік үшін әрекет ететінін атап өтеді. Сол себепті Уолберг хатты өртеп, Мэштің құдайшыл көреген болып әлемді өзгерткенін қалайтынын айтады. Мэш бұл ақпараттан аң-таң болып талып қалады. Кейінірек Качок Мэш өзінің жатақханасына қайтып келіп, Финнді табады. Ол олардың мектептен шығарылмағанына қуанышты. Мэшті енді сыныптастары сыйлайды, тіпті қыздар да оған қарай бастайды. Кейінірек Финнмен бірге дәлізде келе жатып, Мэш старшак Томды кездестіреді. Ол одан ертең жарысқа қатысып, Адлер жатақханасының намысын қорғауды сұрайды. Том дуэль бұл сиқыр патшалығындағы номер 1 спорт түрі болып табылатын сыпыртқыны қолданатын спорт екенін түсіндіреді. Мэш бас тартуға тырысқанына қарамастан, Том сөзін жалғастырып, оны ақырында көндіреді әйтеуір. Келесі күні бәрі Мэшқа үміт артады, бірақ ол сыпыртқымен жүре алмайды. Бұл матчта кім жеңсе, күміс тиын алады. Мэштің шоуға да талпынбағанын байқаған қалың жұрт жындана бастайды. Ол жай ғана ештеңе істемейді. Ол шалмайды. Мэш ойынға қатыспайды деп көрермендер ашулы. Команда капитаны Том ойын ережесін түсіндіреді. Бұл ойында сыпыртқымен ұшып бара жатып, арнайы допты сақинаға лақтыру керек. Қай топ допты сақинаға көбірек лақтырса, сол топ жеңеді. Алайда Том ойынға қайта кіріспес бұрын қарсылас ойыншы оған ауада соғылып, Том жарақат алып, одан әрі ойнай алмайды. Жігіт мұның оқыс оқиға екенін айтып, кешірім сұрайды. Томның командасы 40 ұпайға жеңіліп жатыр. Бірақ Том әлі де дана сөздерін айтып жатыр. Жеңіс маңызды емес. Маңызды нәрсе ол оған бар күш-жігеріңді бергенің. Лаң жатақханасы уже 50 ұпаймен көш бастап тұр. Енді Мэш берілуден бас тартады. Ол сыпыртқысын алып, секіріп, ұшатын қабілетімен бәрін таңғалдырады. Шын мәнінде ол жай ғана аяғымен тез қозғалып, ауада қалқып тұр. Оның алдынан 4 қарсылас сап түзеп, олардан өтіп кетеді деп ойламайды. Бірақ Мэш алыс қашықтықтан бар күшімен допты лақтырып, сақинаға тигізіп, командасына ұпай жинайды. Көрермендер шокта. Ойынның аяқталуына аз уақыт қалды. Кейін Мэш допты айналдырып лақтырады. Содан доп сақинаға кіргеннен кейін бумеранг сияқты оған оралады. Ол мұны өте тез жасайды. Есеп 999-да 60. Томның командасының пайдасына. Көрермендер мұның қаншалықты жылдан болған байқамайда қалды. Және бәрі Мэштің ойынына риза болды. Жеңіс ретінде команда ойыншыларының әрқайсысы 3 бұрыш күміс тиындар алды. Финн бұл жердегі тиындар сондай екенін айтады. Том олардың қасына келіп, жеңісі үшін алғысын білдіреді. Мэштің өнері елең еткізген сонша ол туралы жергілікті газетте жазған. Ол сұхбатында Мэш өзінің табысын Томның қолдауымен байланыстырады. Осы кезде старшак Лэнс газет оқып отырып, академияға түсу емтихандары күні Мэшті штангымен байқаған есіне алады. Және оны алып тастағысы келеді, өйткені ол құдайшыл көреген атағы үшін конкуренция. Келесі күні Лэнс Мэш пен оның 3 досына жақындайды. Том бірден Лэнстің бетіндегі 2 полосканы байқайды. Бұл оның жүкті екенін білдіреді. Әзіл, 2 полосканың бары оның күшті сиқыршы екенін көрсетеді. Лэнс сиқырлы бөтелкені ашып, сиқырмен Мэштің достарын кішірейтіп бөтелкеге тығып қояды. Содан кейін Лэнс егер достарын босатқысы келсе, орманда жапалақтың лашығында кездесуді талап етіп, ғайып болады. Орманда Лэнс бәс тіккісі келеді. Ол да құдайшыл көреген болғысы келеді.
Лэнс Мэшті жекпе-жекке шақырады және жеңімпаз күміс тиын алады. Мэш амал жоқ және достарын құтқару үшін ол келіседі. Лэнс жеңісіне сенімді және айналасында биік арена жасайды. Мэш Лэнске шабуыл жасайды. Алайда Лэнсті сиқырсыз жеңу оңайға соқпас. Лэнс гравиоли сиқырын жасап, Мэшті жерге құлатады. Лэнс тұруға тырысудың пайдасы екенін айтады, өйткені ешбір адам мұндай гравитацияға төтеп бере алмайды. Дегенмен Качок тамырдан ұстап, сиқырды бұзып, Лэнсті итеріп жібереді. Ашулы Лэнс тағы да гравиоли сиқырын жасайды. Бірақ бұл жолы Мэш аяғында тұрып, шабуыл жасайды. Соққыдан Лэнстің мойнындағы кулоны бар цепочкасы түсіп қалады. Качок кулонға қарап кішкентай қыздың суретін көріп, бұл кім деп сұрайды. Лэнс бұл менің қарындасым дейді. Мэш кулонды есіне лақтырады. Лэнс одан оның өміріндегі ең қымбат нәрсе не екенін сұрайды. Качок бауырсақтар деп жауап береді. Лэнс Мэштің оны мазақ етіп жатқанына ашуланады. Сонда Качок аққабадан сен үшінші деп сұрайды. Лэнс маған ең қымбат ол менің қарындасым Аня деп жауап береді. Лэнс жартастың шетіне дейін жүріп, оның шетінде сиқырлы бөтелкені ұстайды. Лэнс мектепте құдайшыл көреген болу керек екенін айтады. Өйткені оның қарындасы сиқырлы күшімен бетіндегі таңбалардан айыратын жазылмайтын аурумен қатты ауырады. Дәрігерлер оның ары кетсе 5 жыл өмір қалғанын айтты. Анна қабілеттерін жоғалтқаннан кейін олардың ата-аналары оны үкіметке беруге мәжбүр болады. Ал Лэнс мұны қаламай, ата-анасымен жанжалдасып, сиқырлы бюроны жемқорлық үшін айыптайды. Ол Аннаның өмірін сақтап қалу үшін құдайшыл көреген болуға бел буады. Осы оймен ол бөтелкені жіберіп, гравиоли сиқырын жасайды. Артына қараса Мэш жаттығу формасын киіп алған. Адай деп айғайлайды ол. Лэнс таңғалды, өйткені ол мұндай сиқырды бұрын естімеген еді. Качок алға ұмтылды, бірақ Лэнс оны табам дегенше Мэш бөтелкемен оралады. Мэш дуэльді тоқтатқысы келеді. Лэнс жаман емес жігіт деп ойлайды, өйткені ол бос бөтелкені лақтырып жіберді. Мэш Лэнске атылып, іздеп басқа бөтелкені табады. Лэнс Мэштің төбелестің жалғасуына қызығушылық танытпағаны таңғалды, және оның төбелескісі келмей тек достарын құтқарғысы келетініне. Лэнс қарындасының өзі туралы бір сөздерін еске алады. Бастапқы қақтығысқа қарамастан Лэнс олардың бәсекесін орындауға келісіп, Мэшке күміс тиын береді. Качок достарын босатты. Олар тер-тер болып, Мэшті құшақтағанда, Мэш достары бар бөтелкені душтың жанында ашуым керек еді дейді. Әйтпесе олар жосқа терлеп кетті. Естеріңде болса, Мэш Лэнсті жеңді. Ол оған сый ретінде күміс тиын берді. Бұл сиқырлы академияда барлық студенттер 3 кланға бөлінген екен. Біріншісі бүркіттер, екінші клан аюлар кланы, және үшінші клан касаткілер кланы. Олар бір-біріне жау. Сол себепті олар бақталасады. Мэш пен Фин бүркіттер кланына кіреді. Фин Мэшқа 5 күміс тиынды 1 алтын тиынға айырбастауға болатынын айтады. Бірақ Мэш математикадан қақпайды. Ол Финнан менде 2 тиын бар. Қанша керек әлі маған деп сұрайды да, өзі 28 тиын керек деген қорытындыға келеді. Фин оны түзеп, оған тек 3 күміс тиын керектігін айтады. Сонда Фин оларға редискадан сиқырлы дәрі жасау үй тапсырмасын орындау керектігін есіне түсіріп, дүрбелеңге түсе бастайды. Мэш Финнің не істеп жатқанын түсінбесе де оны қайталап жатыр. Сосын оларға Лэнс келіп үй тапсырмасын орындап тастағанын айтып, бұларды сандалбайлар деп атайды. Ол бұларды ас үйге апарып, көмектесуге бел буады. Лэнс дәу тірі және шыңғыр батқан редискін алып, тағамды осындай редискіден жасау керектігін айтады. Ол оның үнін өшіру үшін сиқырды қалай қолдану керектігін мысалмен көрсетеді. Енді Финнің кезегі. Ол каз ғана Лэнс жасаған квинт дуасын қолданады. Качок та тырысады, бірақ оның қолынан келмеді. Тіпті дәу редискінің айғайы одан сайын күшейе түсті. Сол уақытта Финнің қолынан кеп, оның редискісі ұйықтап жатыр. Бала кеңес үшін Лэнске алғыс айтады. Мэштің редискісі дәу құбыжыққа айналып, оған шабуыл жасайын дейді. Бірақ Мэш әдеттегідей бәрін күшпен шешіп, оған шапалақ беріп редискін ұйықтатады. Енді ол пісірілуге дайын. Содан кейін Лэнс аспазшы болып киініп ап, редискіні кесіп, жасыл көже жасайды. Енді Мэш пісіруді бастайды. Ол кәсіби аспаз ғой. Ол редискін тез-тез турап тастайды. Бірақ нәтижесінде ода редиска кремі бар бауырсақ шығады. Балдар абдырап қалды. Сосын олар тағы да пісіруін сұрайды. Ол балдардың көзінше тағы пісіреді. Бірақ нәтижесі тура сондай. Редиска кремі бар бауырсақ. Лэнс Мэш бәрін өзінше жасайтынын түсініп, біз академиядағы мықтыны таңдағанша дос болып қаламыз дейді. Осы кезде дәлізде Дот есімді сары шашты академия оқушысы келе жатыр. Ол да құдайшыл көреген болуға үміткерлердің бірі. Оны абайсызда иығымен қағып кетеді. Ол сиқырмен 3 адамды шашып тастайды. Сол уақытта бетінде 3 сиқырлы жолағы бар Абель есімді жігітте таяқшаның орнына қуыршақ. Ол құлдарына мектеп академиясындағы барлық күміс тиындарды алуды бұйырады. Абель адамзат шын мәнінде зұлымдық деп есептейді.
Абель шешесінің дворян болғанына қарамастан кедейлерге көрсеткен мейірімділігі мен жақсылығына сүйсінетін. Өкінішке орай анасын азық-түлік жинаған кедей қатыгез біреу өлтіріп, бұл оның жазасы деп мәлімдеді. Бұл Абельді адамдарға қарсы кекшілетті, және ол қарапайым халықты жайпау үшін құдайшыл көреген болуға ант етті. Сол уақытта редискінің кремі мен бауырсақ жеп оқушылар орманда тап болады. Барлық оқушыларды сонда мұғалімдер телепорттаған екен, бірақ олар не үшін мұнда тап болғандарын білмейді. Мэштан сұрағанда, ол шашлық пісіруге шығар дейді. Кенет олар Доттың даусын естиді. Ол барлығына өзінің ең мықты екенін, ал Мэштің чорт екенін айғайлап айтады. Дәл осы кезде Кашокқа Лимон жүгіріп кеп, жанымда болып мені қорғашы дейді. Ешқашан қыздармен бірге болмаған Дот ашуланып Мэштің бетіне «Ту!» деп түкіреді. Ол бірде-бір қыздың оған ғашық болмаған есіне алады, және бұл оның ашуын келтіреді. Сол уақытта академияның профессоры пайда болып, барлығына тапсырманың мақсатын айтуда. Олар дәу саршаяндарда бар қола және күміс тиындарды бар